Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өте тез, жылдам әзірленетін, құрамы өте қарапайым, бар жоғы 4 қана заттан тұратын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Барлық қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Мендегі қажетті заттар 1 тарелка салатқа арналған. Ең бірінші шұжығымызды алып, ұзыннан кесіп, жіңішкелеп турап аламыз. Яғни салымқа тәріздес етіп турап аламыз. Егер сіздерге қалай тураған ұнайды, солай тура берсеңіздер болады. Шұжығымызды турап болдық. Ендігі кезекте қиярымызды алып, басы мен түбін кесіп алып тастап, қиярымызды ұзынша етіп турап алатын боламыз. Егер сіздерде осыны свежий қияр болмаса, кәдімгі тұздалған қиярды қосуға да болады. Огурцымызды турап болдық. Ендігі кезекте біз жұмыртқаларымызды алып турап аламыз. Жұмыртқамызды ортасынан бөліп, ағы мен сарысын ажыратып тураймыз. Сол кезде өзгеше болып тұрады, дәмі де, түрі де өзгеше әдемі болып тұрады. Міне біз барлық заттарымызды турап болдық. Енді ыдысымызға осы тураған заттарымызды рет-ретімен салып алатын боламыз. Барлық заттарымызды салып, жүгерімізді қосамыз. Сосын майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Менде қиярым тұздалмағандықтан кішкене шым-шым тұз қостым. Егер сіздер тұздалған қияр қоссаңыздар, тұз қосудың қажеті жоқ. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте тез, жылдам әзірленеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Фироза. Астарыңыз дәмді болсын.